ғайбат мәселесі. Мысалы, мынандай бір жағдай болады, байқалмайды деп жатырмын ғой мен. Сіз жұмыстан келе қалдыңыз, әйеліңізде манты пісірген дастарханды қойып жатыр, бір хабарды естігенсіздер. Аналардың істеген ұят қой енді, ұят масқара, халық иман жоқ па, не нәрсе өзі. Бұл екеуіне не 10 жылдан кейін, не 5 жылдан кейін тура сондай бір сынақ келеді. Адам ойламайды. Манты жеп атып, альхамдулилля, бисмиллямен басқа одан құтыламаймыз біз. Мәселе мына жақта отыр, проблема мына жақта отыр. Сондықтан атаға не дейді? Өздеріңді ақтамаңдар, қараңдаршы. Немен аяқтайды? Хуа а'ламу биман иттақа. Кімнің тақуа екенін мен білем ғой дейді. Неменесінде ақтай бересіңдер дейді өздеріңді. Мен білем дейді кімнің шын мәнінде абайлап қорқып жүргенін. Неменеге өздеріңді көрсете бересіңдер өйтіп. Жаңағы сөздер, ана жерде шынында ешқандай күнә болып отқан жоқ сияқты асылы. Ұят, анау, ұят. Қараңыз қандай мәселе. Біреу, мысалы жаңағы Абу Бәкір радиаллаху анхудың өзіне Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасында отырған кезде бір кісі келіп Абу Бәкірге килігеді. Абу Бәкір отырды, тұрады, Абу Бәкірдің алдына отырып тисе береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жымиып отырады. Жымиып отқан Абу Бәкірдің қасындағы періштені көріп тұр ол кісі. Періште жауап беріп жатыр екен ана кісіге. Абу Бәкірдің орнына жауап беріп жатыр ғой. Асылы сол әдемі нәрсе. Өйткені атаға жіберіп қойғанда Абу Бәкір үндемей отыру керек. Содан бір-екі сөзі қозғап жібереді енді қатты. Бізде бір қоғамда сөз бар ғой, дастал деген. Жеттің дегендей мәселе. Содан жаңағы сөз қайтарып жібереді ғой Абу Бәкір оған. Бір-екі ауыз сөзіне жауап қайтарып жіберген еді. Пайғамбарымыз ашуланып тұрып кетеді. Қараңыздар қандай мәселе. Сосын артынан жүгіріп, Аллахтың елшісі, мен бір нәрсені дұрыс істемедім ба? Көрдіңіз ғой, сіздің көзіңізше маған тисе берді. Тек бір-екі сөзіне жауап қайтарғаным ғой деп. Сіз ашуланып тұрып кеттіңіз, мен қорқып кеттім депті. Жаңа дейді, иннаху кана маака малакун ярудду анка. Жаңа сөзсіз сенің қасында бір періште тұр еді дейді. Сенің орныңа жауапты сол беріп жатқан дейді. Өтірік айтпа деп. Түсінсіз бе? Қашан сен жауап бердің, уақаға шайтаны. Сен жауап берген кезде шайтан келді дейді. Шайтан өзінің келетін уақытын күтіп тұрады. Келе қалды да, фәлә акуну дейді, ақуда мағаш шайтаны. Мен ешқашан шайтанмен бірге отырмаймын дейді. Көрме қандай мәселе. Соқтан осы мәселеде дұрыс түсінейік. Кейде біз осы шайтанмен бірге отырмау дегенде біз мынандай бір мәселеде ғана түсінеміз. Кейбір амалдар бар. Қаныңызға сіңбеген амалыңыз жаңағыдай көп кездеспейді. Бір әйтеуір бір жиркендіңіз. Мысалы бір жерде бір әріптестері шақырады, не шақырады, анау бір әріптестеріңіз бір келсеңізші бізге, бір келіп әңгімеңізді айтып берсеңізші сіз. Осындай деп. Жаңағыда арақ ішіп қоюы мүмкін, пиво ішіп қоюы мүмкін мысалы. Сосын сіз айтасыз, арақ ішетін жер, шайтан отыратын жерге мен бармаймын дейміз. Мысалы, жақсы бұл. Бірақ енді қараңыз. Үйге келесіз. Біреудің сыртынан ғайбат айтып жатқан кезде кіммен отырсыз? Көрдіңіз? Просто анау нәрсемен біз ақталамыз. Көрдіңіз бе? Оны ешбір мұсылман ол жаққа барғысы келмейді асылы. Бірақ егер келіп ғайбатты жіберген кезде, сен кіммен отырсың ғайбат жіберіп жатқан кезде? Ғайбатты Алла тағала харам қылды ғой. Біреудің сыртынан сөйлеу, біреуге күлу, біреуді мазақтау. Мысалы футбол ойнап жүресіз, доп теуіп қаласыз, байқамай біреудің бетіне тиеді, мысалы. Сосын күлуден сақтаныңыз сол жерде. Ха деп күлсеңіз, сіз мен жақсымын деген сөз ол. Жүгіріп бар, бауырым кешірші, байқамай теуіп қалдым дегендей мәселе. Көрдіңіз бе қандай мәселе да? Ақталу деген мәселеден құрметті жамағат сақтанайық біз. Көрдіңіз қандай мәселе. Осы нәрсені терең түсінген сахабалар, жаңа Абу Хурайра мен Абу Саид аль-Худри айтады ғой. Бірде біз Пайғамбар саллаллаху алейхи қасында отырдық та, ол кісі бізге хұтпа айтты дейді. Хұтпа айтып, хұтпаны бастады дейді. Жаңағы хұтпада айтты дейді. Уәлләзи нәфси биядихи. Жанымның иесі Алламен ант етемін. Жанымның иесі Алламен ант етемін. Жанымның иесі Алламен ант етемін дейді. Бір кезде басын төмен қаратты дейді. Абу Хурайра айтып жатыр, Абу Саид аль-Худри екеуі. Басын төмен қаратқан кезде қорқып кеттік дейді. Енді дәл сол сәтке дейін бірде-бір салиқалы амалымыз жоқ дейді. Ол басты да ештеңе де жетті. Қазір бір қиын нәрсе айтатын шығар бізге. Содан дейді бәріміз пайғамбарымыз басын түсіргеннен кейін біз де бастарымызды түсірдік те.
Біздің ішімізде сол сәтте жыламаған адам қалмады дейді. Ант етті ғой деп, қазір бір нәрсені айтады ғой деп. Бір кезде басын көтеріп жымиды дейді. Жаңағы аралықты қараңыз, пайғамбарымыз не үшін істеп отыр? Алла тағаланың қалауымен. Анау аралықта есеп кетті бүкіл мұсылманның жүрегінде. Сөз бе, өзін түкке татымайтын түрде көрді. Көзге жақсы келді. Түкке татымайтын. Содан кейін барып пайғамбарымыз басын көтерді де жымиды. Сол күлген кездегі күлкісін айтады, жаңағы Абу Хурайра айтады ғой. Бүкіл дүниеден артық болды дейді ана күлкі біз үшін дейді. Көрсек, бүкіл дүниеден артық болды дейді. Міне, сондықтан бір-бірлерімізге көп тиісе бермеу үшін пайғамбарымыз саллаллаху айтады. Мә мин абдин, қандай да бір құл болсын дейді. Юсолли ас-салаватил хамс. 5 уақыт намазын оқып жүрме. Қараңыздар. Ва ясуму рамадан, Рамазан оразасын ұстап жүрме. Қараңыздар. Ва юхриджу зака, зекетін шығарып жүрме. Осы мәселе да. Ва яштанибул кабайра. Сосын жаңа үлкен 7 аль-кабайра ас-сабға, өткенде айтылған 7 үлкен күнә еді ғой. Сол 7 үлкен күнәдан аулақ болса, қараңыздар қандай. Илля футиха лаху абуабул жанна. Оған бүкіл жәннаттың есіктері ашылады дейді. Қарасы қандай мәселе. Уақила удхул би салам. Міне, сәлеммен кіре қойшы депті. Көрсі қандай мәселе. Соқтан ешбір мұсылманға ешқашан сыртынан есеп бермеңіз. Өзіңізді өзіңіз есептеу ең маңызды нәрсе. Омар радиаллаху анху айтады: "Хасибу анфусакум қобла ан тухасабу." Сендерге есеп жасалмай тұрып, бүгін өздеріңді есептеп алыңдар дейді. Ең жақсы нәрсе, қараңыз. Үйге келдіңіз мысалы. Үйге келдіңіз, кеш келдіңіз, бүкіл шай іштіңіз, кеш. Проблема жоқ одан. Егер де жатайын деп жатқан кезде төсегіңізді салдыңыз да, төсекке деген махаббаттан, ұйқыға деген махаббаттан, Раббыңа деген махаббатты сол жерде жоғары шығарып, сол жерде бір 2 рәкағат намаз оқып, Раббым, кешірім сұраймын сенен деп, сосын барып ұйықтасаңыз. Міне, Алла тағала сізді ешқашан жаңағындай мақтана беретін, ақтала беретін жағдайлардан сақтайды сол нәрсе арқылы. Қандай мәселе. Өзіңізді сол жерде жөндеңіз жатар алдында. Сіз қай бетіммен ұйықтаймын деген сөзді өзіңізге қосыңыз. Шаман келгенше өзіңіз жылатыңдар дейді да, мысалы. Пайғамбарымыз жылатыңдар өздерің сондай сәтте. Ешкім көрінбейді, бәрі ұйықтап жатыр. Раббыңа деген ықыласыңды аш, күнәларыңды ақтар. Көрдіңіз ба? Өйткені біз қанша өзімізді мақтайық, қанша өзімізді ақтайық, бәрібір біздің кітабымызда тұр біздің резюмеміз ертең. Соны береді, Алла қолға ұстатады. Ол біздің кітабымыз ол. Ол біздің тарихымыз ол. Оның ішінде история болезни бізге дейін бар. Сөз ба? Ауырған, күнәлармен ауырған, неше түрлі жаман қасиеттермен, жаман мінездермен ауырған. Ол біздікі ол. Алла тағала оны жоқтан жасамайды. Ол біздің қолмен жасалған нәрсе. Сол нәрсе әппақ болу үшін жаңағы әрбір түнде міндетті түрде өзіңізден есеп алыңыз. Тақуалықты орында ұстау үшін, мысалмен келтірейін, сол нәрсемен аяқтайын. Мынандай 3 кольцоны қойсақ біз, шынжыр. Мына жерде тағы 3-шісі. Түсініңіз ба? Егер ортасындағы кетіп қалса не болады? 2 ажырайды. Қараңыз, Алла тағала Құранда қалай айтады бізге? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману. Ей иман келтіргендер, иттақулла. Біріншісін ерді. Сосын айтады: уәл танзур нафсум ма қаддамат лиғад. Ертеңге не жібергеніне әрбір жан қарасын дейді. Есеп. Көрдіңіз бе? 3-ші кольцоны уаттақулла қайтадан. Және Алладан қорқыңдар. Көрдіңіз бе? Егер де ортадағы есеп сіздің өміріңізден ешқашан кетпесе, тақуалық тұрақтылық сақтап береді Алла тағала. Көрдіңіз бе? Осы нәрсе. Неғұрлым өзіңізді есептейсіз? Айтайын. Ешкім біреуді жамандаудан қаласыз. Ешкім жамандай емес. Біреу кәрінше істеп қойыпты қойған кезде басыңызды төмен түсіріп отырасыз дейді өзіңізді. Алла, менің кешірші, мен де сондай істеп қойып едім ғой деп. Сен ақталатын нәрсе жоқ, түсініңіз ба? Әрдайым біреудің күнәсін естідіңіз бе, бірден Раббым оны да кешір, мені де кешір. Осыдық аузыңыздан түспесін. Бір жамандық біреу істеп қойды, Раббым оны да кешір, мені де кешір. Раббым бәрімізді кешір. Раббым бәрімізді жасыр. Міне. Осы нәрсемен біз иншалла жаңағы амандыққа біраз жақындаймыз да, Алла тағала қаласа. Сол, міне осы иншалла фәлә тузаку анфусакум, өздеріңді ешқашан ақтамаңдар, мақтамаңдар, жаңағы күнәсіз жазықпызсың деп айтпаңдар. Шын мәнінде Аллах тағала жақсырақ біледі кімнің тақуа екендігін дейді. Осы тақуалықты Алла тағала баршамызға нәсіп етсін.